Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен бірге шиеден тосап дайындайтын боламын. Ең алдымен менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін, және менің каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай шиелерімізді салқын суда жуып, барлық шірігінен, артық заттарынан тазартып аламыз. Менде бұл жерде 5 кг шие, барлық өлшемін төменге описанияға жазып қойдым. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Осылай шиелерімізді тазартып алғаннан кейін қантымызды өлшеп үстіне салатын боламыз. Қантымызды салғаннан кейін міндетті түрде бір түнге немесе 5-6 сағатқа шие мен қантты араластырып, бетін жауып қоюларыңыз қажет. Мен шие мен қантты 5-6 сағатқа қойғаннан кейін үстіне суымызды құйып, газдың астын қосып, жай қайнатып алатын боламыз. Суымызды құйғаннан кейін міндетті түрде әр 5 минут сайын араластырып тұрыңыздар, өйткені қант еруі қажет. Араластырмаған жағдайда астындағы қант күйіп кетуі мүмкін. Мен бастапқыда қанттың жарты бөлігін салған болатынмын. Осылай су құйғаннан кейін үстіне тағы да 2 кг-дай қантты бөлек салдым. Негізі шиелеріңіз қатты қышқыл болса, міндетті түрде 1 кг қантты артық салуларыңыз қажет. Шиелеріңіз қатты қайнаған уақытта бетіне осылай көбіктер пайда болады. Сол көбіктерді міндетті түрде алып тастауларыңыз қажет. Өйткені шиедегі керексіз заттардың бар. Менің каналымдағы видеолар ұнап жатса, маған тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. 30 минут өткеннен кейін газдың астын сөндіріп, бетіндегі көпіршіктердің барлығын алып, варенье толық суығанша қоятын боламыз. Менде 1-2 сағаттан кейін газдың астын қайтадан қосып, бетіндегі осындай қалқып тұрған көпіршіктердің барлығын алып тастап, тағы да 15 минутқа қайнатып алдым. Сол аралықта біз крышкаларымызды, банкаларымызды стерилдеп алатын боламыз. Бізде осымен вареньелеріміз дайын. Міндетті түрде ыстықтай банкаларға құйып тастауларыңыз қажет. Барлығын осылай құйып, аузын мықтап, қаттырек жауып, салқын жерге шығарып қоямыз. Бізде осымен вареньеміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық адам жасай алады деген ойдамын. Сіздермен болған Карина ас болсын.